Ассаляму алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше, дәмді кокос ұнтағы қосылған түріктің тәтті десертінің жасалу жолымен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз. Одан соң үстіне шекерді салып, екеуін жақсылап көтерілгенге дейін миксерлейміз. Осы тәттіні дайындауға қажетті барлық ингредиенттерді видеоға және де видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кетемін. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне сүт, одан кейін өсімдік майын құямыз. Және де қайтадан біркелкі болғанға дейін аздап миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне ұнды електен өткізіп барып қосамыз. Үстіне қопсытқыш салып, одан соң венчиктің көмегімен араластырамыз. Және де өздеріңізге керекті мөлшерде апельсин қабығын қосып жібереміз. Өте жақсы дәм беріп тұрады. Дайын болған массаны формаға құямыз. Одан соң 180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Одан соң бізге қажетті ганашты дайындайық. Ол үшін шоколад пен сүтті қосып, микротолқынды пеште не болмаса ыстық су буында ертіп аламыз. Пісіп дайын болған бәлішімізді видеода көрсетілгендей етіп, 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Одан соң ақырындап видеода көрсетілгендей етіп, ағаш таяқшаның көмегімен не болмаса шанышқының көмегімен шоколадқа батырып, одан кейін үстіне кокос ұнтағын сеуіп шығамыз. Не болмаса ақырындап кокос ұнтағына да малып алуға болады. Бұл бәліш өте ерекше, дәмді болып шығады. Сіздерде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де достар, видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып, және де міндетті түрде мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым ең алғашқы болып сіздерге көрінетін болады. Менің каналымнан бұдан басқа әртүрлі тәттілердің, торттардың және де ыстық тағамдардың жасалу жолын көре аласыздар. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.